Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге қуырылған тұшпараның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен туралған картошкамызға су, тұз салып, жақсылап араластырып, піскенше қайнатып аламыз. Енді қамырымызды илеп дайындаймыз. Алдымен ұнымызды үкіштен өткізіп аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық тұз, қант және бөлме температурасындағы сары майымызды салып, біркелкі араластырып аламыз. Содан кейін ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Алдымен қамырды қоюланғанша осылай қасықпен араластырамыз. Содан кейін барып қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Және менің каналымда қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Мінекей, осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді оны пакетке салып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Мінекей, біздің картошкамыз пісіп шықты. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап езіп аламыз. Енді пиязымызды майда кубик етіп алдымен турап аламыз. Содан кейін қызып тұрған майымызда пияздарымызды қызартып қуырып аламыз. Алдымен сковородкаға майымызды құйып, қызғанын күтеміз. Майымыз қызғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Мінекей, біздің пиязымыз дайын болған пиязымызды маймен бірге картошкамыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Немесе осылай қайтадан езіп алсаңыздар болады. Осымен біздің картошкамыз дайын. Келесі кезекте қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыздың үстіне ұн сеуе отырып, жұқалап жаямыз. Қамырымыз дайын, енді оны кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Егер сіздерде иректелген пышақ болса, сомен кесіп шықсаңыздар болады. Немесе осылай кәдімгі пышақпен де бөле аласыздар. Мінекей, қамырымызды осылай бөліп алдық. Енді үстіне дайын картошкаларымызды салып, пельмен сияқты барлығын түйіп шығамыз. Барлығын осылай видеодағыдай жасаңыздар, сіздердікі де керемет шығары сөзсіз. Мінекей, барлығын осылай түйіп шығамыз. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға тұшпараларымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. 5-10 минутта дайын болады. Мінекей, тұшпараларымыз дайын, енді оны майдан сырғытып аламыз. Барлық тұшпараларды осылай пісіріп шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасап, дастарханыңыздың көркін келтіре аласыз. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан.